Енді мен сендерге сұрақтар қоямын. Сенің атың кім? Сенің тегін кім? Сен қай қалада тұрасың, Лера? Мен Лисаковск қаласында тұрамын. Ауылға барамыз. Мен артынан жүресіңдер, иә? Жүріңдер, за мной. Біз ауылға келдік. Бұл кім балалар? Ата. Балалар қалай ойлайсыңдар? Атадан басқа тағы да бізде қандай отбасы мүшелері бар? Кім бар тағы да? Айтады. Бұл әже. Сіңілі, әке, қарындас, иә, қарындас ұлдар айтады, иә? Аға, әпке, ана, іні. Жақсы балалар, қатты дауыл болады. Сондықтан мына жануарлар қамның астында алып қойыпты. Енді біз балалар, қазір біз сол жануарларды құтқарамыз. Бұл сиыр жақсы. Өте дұрыс, отыра ғой. Демян, келе ғой. Демян. Тез қараймыз. Бұл не? Келесі бізде Сәмина секіреді. Тез, Сәмина. Көп. Қараймыз бұл. Сары. Жасыл. Тез. Қызыл. Қара. Және кім айтады? Көмектесеміз, кім айтады? Күлгін. Жақсы. Лера қазір бізде мына жерде орнына отыра ғой. Сәмина орнына бар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Асхат, Самир тез. 9, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Жақсы. Лера өте жақсы. Бізде ауылдық жерде қызық та көп, ойын да көп. Ендеше балалар, біз қазір сендермен арқан тарту ойынын ойнаймыз. Жануарларды айтасың, ал сен түрлерін айтасың. Балалар, тыңдаймыз. Если вдруг неправильно, мы поможем, да? Жақсы. Сәне баста. Жылқы. Жақсы. Сиыр. Кім айтады? Бұзау. Мысық. Марғау. Бұта. Қараймыз. Бірінші біз санды қоямыз. Цифры, да? Санды қоямыз. Келесі 9, я дұрыс. Келесі біз түсті аламыз. Қоңыр, қоңыр жақсы. Келесі түйе. Жақсы балалар. Сонда бізде сөйлем шығады, 9 қоңыр түйе. Бірге айтайықшы, вместе. 9 қоңыр түйе. 9 қоңыр түйе. 10. Дұрыс. Бұл қандай жануар? Бұл не? Қой. Сержан, мен айтып шық. Қалай айтамыз? Қой, дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Ел ойнайық, ойнайын домбыра, телефон